Organizmni satudan yer shari bo'yicha birinchi. Ол өзінен асып шетелге сатқан. Bir buyruq 200 мың доллар. Екінші buyruq 400 мың доллар. Бауыр 300 мың доллар. 700 мың доллар болады адам. Көздің мүйізбек қанаты деген бар. Жай бүкіл организм алып тасқан қанға биологиялық лабораторияларға, медициналық университеттер мен колледжге жай қанғаны 200 долларға сатып береді. Формалинге шылап, қатырып қойған қанғаны 200 долларға сатып береді. Ал неге Қытайда қазір медицина қатты дамыды? Неге бүкіл әлем елдерінен бар Қытайға бар бауырын алмастырады, бүйрегін ауыстырады? 60 жастағы шал 20 жастағы жігіттің бүйрегін ауыстырса, 40 жастағы толысқан еркек құсайды. Ағарып кеткен шашы бурыл тартады, қайтадан қараяды. Міне, бүйрек осы. Міне қазір адамзаттың ғылымға сүйеніп асқандығы, тасқандығы, шайтанилыққа бет алғандығы осы. Қытайдың бүйрек саудасын ағылшынша білсеңіздер, қытайша білсеңіздер, түркше, арабша білсеңіздер, бүкіл әлем шулап жазып жатыр. Әлемнің көптеген өркениетті елдерінде Қытайға барып бүйрек бауырын ауыстырған адамды соттайтын заң шықты. Себебі ол бүйрек пен бауыр түрмедегі сотталған адамдар. Ал міне Шыңжаңда осыдан 1 жыл бұрын бәріміз білеміз, бармағызын, паспортты жаңалаймыз деп бармағызын алды ма? ДНА-ды тексереміз, ДНК-ны тексереміз деп қанды алды ма? Бүкіл денсаулығында тексереміз деп тексерді ме? Қытай неғып жүден сыйған? Ол ішкі 33 өлкесі бар, Қытайдың 32 өлкесінде жоқ. Неге Шыңжаңда ғана қазақтар мен ұйғырлардың бармағызын, бауырын, бүйрегін, ішкі организмін тұтасымен тексеріп отыр? Себебі ішкердегі жаңымен уанға бүйрек керек болса қарайды компьютерден. Міне Мырқымбай деген қазақ бар екен. Әкел айман сояды да Мырқымбайдың бүйрегін алып сала қояды. Қазақтың